Өңірде жолда мал қағу жағдайлары азаймай тұр. Тек өткен жылдың өзінде 4 түліктің қатысуымен 7 ірі жол апаты тіркеліп, салдарынан 2 адам көз жұмды. Осы орайда жергілікті полиция қызметкерлері жазатайым жағдайдың алдын алудың жаңа әдісін ойлап тапты. Енді шаруалар қорадағы малдарына жарыққа шағыласатын таспа тағуды қолға алмақшы. Тақырыпта жаңашылдықтың артықшылығын көріп қайтқан тілші тарқатады. Бұл өткен жылдың қарашасында Орал-Тасқала бағытындағы тас жолда болған оқиға. Беймезгіл уақытта жол бойында емін-еркін жайылып жүрген жылқы малы шаран автокөлігіне соқтығысады. Салдарынан 5 қылқұйрық мерт болды, ал көлік ішіндегі 3 жолаушы жеңіл-желпі жарақатпен құтылды. Олай дейтініміз, мұндай жағдайлардың адам өліммен аяқталып жатқандары бар. Мәселен, былтыр дәл осындай 7 ірі жол апатынан 2 адам көз жұмды. 25 көлік жүргізушісіне түрлі деңгейде шығын келтірілді. Имантай Сәтиевтің де осыдан 4 жыл бұрын малын көлік қағып, жылдар бойы баққан еңбегі кетті. Сондықтан ол 4 түліктің мойнына жарыққа шағылысатын таспа тағуға бірден келісімін берді. 15-ке тарта жылқым бар. Ол тас жолдың бойында тұрғандықтан бізде осы малымыз тас жолды кесіп өтеді. Түнгі уақытта олар көрінбейтін. Сосын қазіргі енді әкеліп көрсетіп тағап атқандары біздер үшін өте маңызды. Ең бірінші адамдар үшін өте қауіпсіз. Жергілікті полиция қызметкерлері аудандарға шығып, шаруаларға жаңашылдықтың жайын түсіндіруде. Батысы мұндай бауды қолдан жасап алуға әбден болады, ал базардағы бағасы 1000 теңгеден аспайды. Есесіне мал да жан-даман. Енді мына таспаның ерекшелігі түнгі мезгілде, яғни кешкі мезгілде, күн түскен мезгілде жарықтығын беріп тұрады. Енді барлығыңызға белгілі, жол патрульдік полиция қызметкерлерінің көбінесе осындай үстерінде, киімдерінде орнатылған. Жарықтықты береді, яғни жүргізушіде мүмкіншілік болады өзінің автокөлігін қауіпті жағдайды көрген жағдайда өзінің автокөлігін тоқтатуға мүмкіншілігі бар. Көлік жүргізушілері де бұл бастаманы қолдайды. Бүткіл жылқы машинаға соғылып жатыр екен. Қарамайды, жылқының бәрі жолдың бойына шығарып жібереді. Түнімен жолдың бойында жылқының бәрі. Бұл тағып қою керек, әлде ана қазайындар жинап бөлек шығарып қою, жолдың бойына қалу керек. Яғни сіз бұл бастаманы қолдайсыз? Қолдаймыз, иә. Қанша халық зардап шегіп жатыр сол жылқыдан. Дегенмен жол сақшылары таспаға сеніп 4 түлікті қараусыз қалдыруға болмайтынын ескертеді. Өйтпеген жағдайда әкімшілік жазаға тартылып, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайсыз. Назерке Тоғжан, Рүстем Ещанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.